қарап отырсақ, қаңтар оқиғасынан кейін қоғамның енді қайтып қопарылуы, қайтадан алаңды толтыруы мүмкіндігі мен ойламаймын, жоқ деп ойлаймын. Оған енді аяқ астынан тағы да бір құбылыстар бірдеңе әсер етпесе, біз енді алаң арқылы өзгерте алмаймыз бұл қоғамды. Менің енді келген ойым, Тоқаевтың ниеті бар президент. Әйтеу ниеті бар енді. Әйтеу бірдеңе істегісі талпынып орнынан ұмтылып қояды. Соған енді мен өзім ойлаймын. Соған енді ол бізге келмесе біз оған жақындайықшы. Бар, мүмкін ол бізден қорқып жүрген шығар. Бірге істейікші енді, осы мүмкіндікті пайдаланып көрейікші деген сияқты бір ойға келдім. Текетіреспен соңғы бір 20 жыл, 25 жыл келдік қой. Ештеңе өзгерте алмадық, ештеңе жасай алмадық. Оппозицияда, азаматтық қоғамда ештеңе нете алмады, билікке әсерін тигізе алмады. Билікте ерегесіп, сіресіп жатып алды. Бүйтіп біз тағы да 25 жыл жүруіміз мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, енді президент Тоқаевты түсіну керек. Ол енді халықтың мұратын орындайым деген бір сондай азаматтық ниетпен жүр ғой. Енді осындай моментті пайдаланып, қоғаммен бірлігіп, халыққа арқа сүйену керек те ол кісі. Егер де халыққа арқа сүйейтін болса, оны ешқандай жауап ала алмайды. Онына солтүстіктік Ресейде ештеңе істей алмайды. Халық маңайына топырлап толып алатын болса, ол толу үшін ол өзгерістерге бет бұру керек. Батыл өзгерістерге, нақты жаңағы халық ұстап көретіндей өзгерістерге бет бұру керек. Сол кезде ол кісінің қорғаны, қамалы халық болады да, біз әлдеқайда шапшаң өзгерістерге ұмтылар едік. Сол себептен де мен оптимист болып тұрмын қазір. Жақсы екен оптимист болып.